Қайырлы күн достар. Бүгін біз өте жұмсақ духовкада піскен пирожки дайындайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керек жылы су, ұн, дрож, сұйық май және қант пен тұз. Жылы суымызға дрожжымызды салып араластырамыз. Оның үстіне қант қосып жіберіп, тағы да жақсылап араластыру керек. Ұнымызды цитадан өткізіп, тұз қосып, осылай араластыру қажет. Қамырымыз қоймалжың болғанша осылай ұн сеуіп араластырып тұрамыз. Қамырымыздың осы қоймалжыңдығы жарайды. Енді қалған ұнымызды цитадан өткізіп, дәл видеодағыдай жасайсыздар. Өзімізге керек ұнымызды аламыз. Банағы қамырымызды үстіне құямыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, ұн мен сұйық майды араластырып, осылай қамырымызды елеп шығамыз. Қамырымызды қолға жабыспайтындай етіп, жақсылап елеп аламыз. Қамырымыз дайын. Енді ыдысымызға сұйық майды құйып жағып шығып, қамырымызды көтерілуге қойып қоямыз, бетін жауып. Оған дейін салмамызды дайындап аламыз. Жұмыртқа осылай өткізіп, дәміне қарай тұз, укроп, көк жуа салсаңыздар да болады. Біздің салмамыз дайын. Картоп еспесі мен жұмыртқа. Қамырымыз көтерілгеннен кейін осылай тағы бір басып жіберіп, 30-40 минутқа қойып қоямыз. Енді біздің қамырымыз дайын. Керегінше ұн алып, қамырымызды осылай қоямыз. Қолымызбен осылай үзіп алып, дөңгелектеп дайындап аламыз.
Әбден бәрін дайындап болғаннан кейін бетін орамалмен жауып қоямыз. Банағы бірінші жасаған тестімізді алып, қолымызбен осылай жаямыз. Оқтаумен де жасаңыздар болады. Осылай жайып, салмамызды салып, бетін жауып дайындаймыз. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Келесі бізде картоп езбесі. Оны да осылай барлығын дайындап, әбден дайындап аламыз. Енді сарыуызымызды сүтке кішкене араластырып, бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градус 30-40 минутқа пісіреміз. Пирожкиміз дайын, өте жұмсақ. Енді ысылай сары майымызды үстіне жағып шығамыз. Әне ол бұдан да жұмсақ, өте дәмді болады. Біздің пирожкиміз дайын, өте жұмсақ. Сіздер жасап көріңіздер. Ас болсын, рахмет.